пен мысық неге араз ертегісі. Ертеде бір үйде тату-тәтті өмір сүрген ит пен мысық болыпты. Қожайын екеуін бауырына басып, өз баласындай асырапты. Бір күні қожайын майсынген тері дорбаға салып сақтап жүрген алтыннан айырылып қалады. Қанша іздесе де таба алмай жүдеп кетеді. Мұны көрген ит пен мысық қожайынына көмектеспек болып, барлық жерді шарлайды. Бірақ еш белгі таппай, шаршап үйге бет алады. Жолда келе жатып кенет майлы дорбаның иісін сезеді. Ит қуанып айнала жүгіріп, бір тышқанның інін қаза бастайды. Ақыры іннің түбінен алтын салынған дорбаны тауып алады. Ит дорбаны мысыққа лақтырып көрсетеді. Бірақ мысық иесіне жақсы көрінгісі келіп, алтынды алып, үйдің төбелерімен секіріп қожайынына бірінші жеткізеді. Қожайын қатты қуанып, мысықты бауырына басады. Ал азаптанып жеткен ит қожайынына еркелей бергенде, ол ештеңе түсінбей, итті қуып жібереді. Ренжіген ит мысыққа тап береді. Екеуін қожайын әрең ажыратады да мысықты үйге кіргізіп алады. Содан бері ит пен мысық бір-біріне қас, ал мысықтың тышқанға өштесуі де дәл сол күннен басталған екен.